Барлықтарыңызға сәлем. Жай ғана жылы сумен майсыз, жұмыртқасыз, сүтсіз, кереметті үлпілдек, жұмсақ бауырсақ жасайтын боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Ыдысқа жылы су құямыз. Сосын шекер саламыз. Граммдарын мен описаниеде жазып қалдырамын, қарап алыңыздар. 1 шай қасықта дрож, сосын 1 шай қасық тұз қосамыз. Ашытқы дрождарыңызға сақ болыңыздар, сұрық өтпеген, балғын ашытқы болу қажет. Сосын ұнды аздап қана қосып отырып, жұмсақ етіп қамыр илеміз. Негізі бауырсақтарыңыздың жұмсақ немесе қатты болып қалуы сіздердің қамырларыңыздың жұмсақ немесе қатты қамыр илеулеріңізге байланысты. Сол үшін барынша қамырды жұмсақ етіп илеңіздер. Міне осындай жұмсақсыда қамыр илеп алған соң, оған сұйық май қосамыз. 1 немесе 2 ас қасықта сұйық май қосып, осылай қамырды тағы да жақсылап араластырып, июны қандырамыз да, оны бетіне пакет жауып, осылай жылы жерде жылы орап 1-1,5 сағат ашытуға қалдырамыз. Міне шамамен 1 сағат тұрды. 1 сағаттың ішінде осылай әдем болып көтеріліп шығады. Енді осымен қамырмен жұмыс жасаймыз. Мен ұн қолданбаймын. Қолдарыңызды жақсылап майлап алыңыздар. Сосын оқтауды да майлап алып, қатты жұқа етпей, осылай орташа қалыңдықта жайып аламыз. Сосын қалаған формада кесіп алыңыздар. Мен стаканның көмегімен осылай дөңгелетіп кесіп алдым. Кесіп алған бауырсақтарымызды да мінекей мынандай мен патносқа теріп алатын боламын. Патносты да осылай майлап алыңыздар. Себебі жабыс қалмау керек. Қамыр деген әдемі жұмсақ болып тұр. Енді осы бауырсақтарды бетін жауып, тағы да 15-20 минутқа тындырып қоямыз. Сол аралықта біз майды газға қойып, майды қыздырып аламыз. Қараңыздар, 15-20 минуттың ішінде бауырсақтар тағы да тұрған жерінде көтеріліп, әдем болып ісініп шығады. Сосын қызып тұрған майға салып, майды астын қатты жоғары отқа қоймаңыздар, орташа отта осылай әр 2 секунд сайын осылай бауырсақтарды аударып тұрып пісіріп алыңыздар. Сол кезде бауырсақ бір жағы қатып, немесе орталары қызармай, сондай әртүрлі болып қалмайды. Бір тегісте қып-қызыл әдем болып пісіп шығу үшін осылай әр 2 секунд сайын бауырсақтың алды астын аударып майда пісіріп алыңыздар. Осылайша нәп-нәзік әрі жұмсақ бауырсақтарымыз дайын болды. Қараңыздар, аралары осындай бір тегісте пісіп шығады. Құрамы өте қарапайым болғанымен, бірақтан өте дәмді. Жасап көріңіздер, ас болсын.